Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам миғраждан келгеннен кейін деп те айтады, немесе кейбір деректерде кейін деп те айтады, бір топ Құрайыштың мүшриктері келді дейді. Келді де айтты дейді: "Ей Мұхаммед, біз саған бір нәрсені ұсынайық. Егер де сен сол біздің айтқан нәрсемізді істейтін болсаң, онда біздің мына жерде барлығымыз бірдей исламды қабылдаймыз" дейді. Түгелімен. Ол не нәрсе? Не дейді? Ол мына көрініп тұрған толған айды дейді. Бәдірге толған айды бізге екіге бөліп берші деді ғой. Шынымен сен Алланың пайғамбары болсаң, осыны істеп берші бізге деді ғой. Сонда біз сенің артыңнан ілесейік деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шынымен ойлап қалды. Егер де мен істейтін болсам, мынандай үлкен кісілер Құрайыштағы исламды қабылдайтын болса, онда діннің жеңістікке жеткен деп ойлады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол тұрған сәтінде Аллах тағалаға дуа қылды. Бұл оқиғаны баян етіп жатқан бізге кім? Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху жанындағы бір елі Меккеде ажырамаған сахаба кім? Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху. Сол кісі бізге баяндап береді. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тағалаға дуа қылды дейді. Сөйтті де жаңағы айға қарай ишара жасады дейді. Ай дейді, біздің Меккенің жанындағы Абу Құбайс пен Қуайқиан деген екі таудың төбесіне барып тұра қалды дейді. Ай екіге бөлінді де төбесіне барып тұра қалды дейді, екі таудың төбесіне. Төбесіне деген жаңағы ар жағында ғой, енді бері қарай қарасаң солай көрініп тұр дейді. Солай ай екіге бөлінген кезде неткен ұлы сиқыр деп айтты дейді мүшриктер. Мынау Мұхаммед сенің сиқырың неткен ұлы деп айтты дейді. Сөйтті де олардың күпірліктері одан сайын арта түсті дейді. Аллах тағала Құран кәрімде осы оқиғаға байланысты Әл-Қамар деген сүрені түсірген. Ай деген сүре бар Құран кәрімде. Ай деген сүре. Соның басында Бисмиллахир-рахманир-рахим Иқтарабатис-саату ваншаққал-қамар. Қиямет сағаты жақындады дейді. Ай екіге бөлінді дейді. Қиямет сағаты жақындады, ай екіге бөлінді дейді. Айдың екіге бөлінгендігін әлемнің бүкіл жеріндегі адамдар көрген екен. Кейінгі зерттеулерде, қазіргі Индия мемлекетінде ол жерде де білім дамыған ғой ілгеріде. Сонда кейбір жаңағы тарихты жазған кезде, бұған дейін айттық қой, тарих қашан немен жазылады? Тарихтағы үлкен бір оқиғалар жазылады. Индияда күнтізбе болған дейді, не дейді? Ай екіге жарылған күннен бастап деген дейді. Демек әлемнің барлығы нені көрген дейді? Айдың жарылғанын көрген дейді, екіге бөлінгендігін.